Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздерге шығыс елінің тағамы дольманың рецептімен бөлісетін боламын. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басып кетуді ұмытпаңыздар. Ал енді тамағымызға кірісейік. Бізге керекті ең басты начинкамызға фарш, пияз, помидор, күріш, зелендерді өздеріңіз қалағандарыңызды салсаңыздар болады. Менде укроп, тұз, паприка, сухой чеснок және бір жұмыртқаны салып, жақсылап начинкамызды араластырып дайындап аламыз. Содан соң жарты стакан суды араластырып, жақсылап араластырып аламыз. Суды не үшін салдық? Начинкамыз құрғақ болмау үшін. Ал енді менде дайын жүзім жапырақтары. Сіздер егер де дайын болмаса, жүзім жапырақтарын бір қайнатып алсаңыздар болады. Мен жапырақтарды бір суға жуып алдым. Енді оның ішіне жаңағы дайындаған начинкамызды салып орайтын боламыз. Видеодағыдай жақсылап қарап, видеодағыдай етіп ораңыздар, ашылып кетпеу үшін. Біз начинкамыздың ішіне жұмыртқаны не үшін қостық? Осы фарш, күріштерімізді ұстап тұру үшін жұмыртқаны қостық. Видеодағыдай жақсылап мұқият қарасаңыздар, мінекей екі жағын жауып орап аламыз. Жүзім жапырақтарын орап дайындап болғаннан кейін қызып тұрған қазанымызға осылайынан салатты саламыз. Бұл салат менде дайын қысқа жабылған салат. Сіздер оның орнына, егер болмаса, помидор мен пиязды қуырсаңыздар болады. Осының үстіне жаңағы орап шыққан жүзім жапырақтарынан жасалған орап шыққан дольманы тізіп шығамыз. Барлығын ретпен орналастырып. Дольмаларымызды тізіп шықтық. Енді оның үстіне салқын суды құямыз. Дольмаларымызды бетіне дейін жауып тұру керек су. Сөйтеміз де үстіне тарелкамен басып, қазанымызды қақпағын жабамыз. Бір қайнап шыққаннан кейін өте төмен отта 1 сағатта тамағымыз пісіп шығады. Мінекей тамағымыз біздің уже пісті. Өте сочный, дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Чесночный соуспен берсеңіздер өте дәмді болады. Мінекей қараңыздар, дайын. Міндетті түрде отбасыларыңызға дайындап беріңіздер. Менімен бірге соңына дейін бірге болғандарыңызға рахмет. Каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басып кетуді ұмытпаңыздар. Себебі келесіде бұдан да керемет рецепттер каналыма шығады. Рахмет, сау болыңыздар.